Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді витаминный салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы салат жасап көріңіздер. Өте пайдалы әрі өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті зат бұл ең алдымен капуста. Барлық базарларда сатады, синея капуста деп аталады. Яғни көк капуста. Осы капустаны жарты бөлігін қолдандым және оны керек емес қатты бөлігін алып тастайсыздар. Видеодағыдай ұзынша етіп, содан кейін төрт бұрышты етіп турап аласыздар. Және де видеодағыдай осылай барлығын бір-бірінен ажыратып шығуларыңыз қажет. Енді осындай керек емес бөлігін алып тастап, барлығын төрт бұрыштылап турап алдым. Енді үлкен ыдысқа салдым және де үстінен жарты шай қасық тұз қосып, қолымызбен мыжғылап, кішкене суын шығаруымыз қажет. Біраз 5 минутқа қойып қойсаңыздар, капуста жұмсарады. Енді қызанағымызды видеодағыдай ортасынан және де үш бұрышты майдалау етіп турап алдым. Келесі кезекте қиярымызды тураймыз. Қажет емес екі бөлігін алып тастаймыз. Екі жанындағы. Содан соң ортасынан бөлеміз және де қиғашынан барлығын салымка етіп турап шығамыз. Енді бізге редиска қажет болады. Редиска, осындай редисканы тең ортасынан бөліп, жартылай сақиналап, толықтай турап аласыздар. Енді біздің капустамыздың суы шығып, жақсы жұмсарып қалды. Осының үстіне барлығын көкөністерімізді саламыз. Бір тісше сарымсағымызды осылай үкіштен өткіземіз. Үкіш жоқ болса, майда ет турасаңыздар болады. Бір үлкен сәбізімізді корей үкішінен өткіземіз. Және де бір болгар бұрышы қажет болады. Болгар бұрышында видеодағыдай ұзынша етіп турап аласыздар. Келесі кезекте өзіңізге ұнаған аскөк түрлерін қолдансаңыз болады. Мен осындай петрушканы қолдандым. Көк пияз немесе кәдімгі укроп аскөкті қолдансаңыз болады. Енді барлығын бір ыдысқа саламыз. Содан кейін дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Сәбіз салатқа арналған дәмдеуішті қостым. Содан соң дәмді тәтті паприка жарты шай қасық қостым. Үстінен жарты шай қасық қара бұрыш салдым. Және де жарты шай қасық кориандр қосасыздар. Үстіне тағы да дәміне қарай азаған тұз қосыңыздар. Жарты шай қасықтан қосып шықтым. Енді қызып тұрған ыстық сұйық майымызды осы дәмдеуіштердің үстіне салып, жақсылап араластырасыздар. Мен осындай вилкамен араластырдым. Егер бұндай ұнамаса, қолмен де араластыруға болады. Жақсылап майын сіңдіріп, толықтай араластырып жасап алдым. Осы салатымызды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, өте дәмді, керемет дәмдеуіштердің бәрі сіңіп тұрады. Және де каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Міндетті түрде видеоға лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, достарыңызбен де бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ас болсын.